Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Қазақстандықтар үшін жаман жаңалық қымбаттады. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда әуе билеттері күрт қымбаттады. Елімізде сәуір айының азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 1,3%-ға, азық-түлік тауарларға 0,9%-ға, ақылы қызметтер 0,4%-ға өсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, азық-түлікке жатпайтын тауарлардың ішінде сәуір бағасының ең жоғары өсім дизель отынында 16,1%, бензинге 9,17%-ға өскен. Наурыз айының салыстырғандағы су және тазалау құралдары 1,4, жеке гигиена құралдары 1,1, ыдыс-аяқ 1, ал тұрмыс техникалары 0,9%-ға өсті. Азық-түлік тауарларының арасында жеміс көкөніс бағасы едәуір өскен. Сәуір айында қырыққабат 4,17%-ға, қызанақ 4,1%-ға, жүзім 3%-ға, алма болса 2,6%-ға, алмұрт 2,4%-ға қымбаттаған. Бағаның өсуі күртте 2,17%-ға, салыстырылған сусындарға 2,15%, резенкөлерге, ультрапастерленген сүтке әрқайсына 2,14%-ға, салыстырылған балыққа 2,12%-ға, пастерленген сүт, макарон өнімдерінің әрқайсына 2,11%-ға байқалады. Бұл ретте қияр 11,14%-ға, қарақұмарық жармасы 3,17%-ға, күнбағыс байы 2,16%-ға арзандады деп хабарлайды хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.